Қайырлы күн, менің есімім Назерке, мен сана орталығының негізін қалаушыларының бірімін. Сіздің үнемдеу арқылы ақша жинау атты курсқа қызығушылық танытқаныңыз үшін рахмет. Бұл видеода мен бұл курс не туралы, не үшін, кімдерге арналған, қалай өтеді және басқа да сұрақтарға жауап беремін. Ең алдымен бұл курс қайда пайда болды, соған тоқталып өтсем. Қазіргі таңда ең үлкен бір мәселелердің бірі бұл қарыз мәселесі. Закон сайтының берілген статистикасы бойынша барлық еліміздің 5 миллион халқында банктердің алдында 700 миллиардқа дейін қарыз ақшасы бар екен. Қарап отырсаңыздар, 15 миллион халқымыздың 5 миллионы бұл балалар болса, қалған 10 миллионның 5 миллионда қарыз бар деген сөз, бұл әрбір екінші адамның басында қарыз деген сөз. Қарап отырсақ, бұл енді үлкен мәселе болып табылады. Одан басқа, мынау барлық тағамдардың, барлық заттардың, кез келген бір тауардың қатты қымбаттауы да бізге қатты әсер етуде. Бұл өкінішке орай бізге көптеген тауарлар шет мемлекеттен келеді, одан басқа Қазақстан мемлекетінде өндіріліп шығарылды деген сөздің өзінде, ол өнімді шығару үшін қолданылатын техникалар, құрылғылар, оның барлығы да шет мемлекеттен келгендіктен, бізге жететін тауардың соңғы бағасы да қатты бізге әсер етіп көтерілуде. Сондықтан қазіргі таңда, қазіргі заманда менің ойымша үнемдеу қабілетіне ие болу да бұл өте қажетті дағдылардың ішіне жатады. Енді үнемдеуге тоқталғанда, әрине сіздер айтуларыңызға болады, біз мысалы үнемдемей табысымызды көбейту арқылы, кірісімізді көбейту арқылы шығындарды басқармасақ та болады деп. Бірақ қарап отырсаңыздар, әлемдегі ең бай дегендегі миллиардтаған доллары бар деген Билл Гейтстің өзі, Уоррен Баффеттің өзі және де басқа да көптеген Forbes тізіміндегі бар байлар, олар әрқашанда өзінің шығынын басқара білген. Және менің ойымша, керісінше осы шығынды басқара білгеннің арқасында олар сондай табысты адам болып есептелінген. Және дәл осы курс осы шығындарды басқаруға үйретеді. Курс қалай өтеді? Курс онлайн арнайы платформада 14 күн бойы өтеді. Яғни 14 күн бойы күнде таңертең сіздер белгілі бір тақырыпта үнемдеуге, қолжетімді үнемдеуге кеңестер берілетін барлық ақпаратты алып отырасыздар. Бұл жақта мысал ретінде сіздер тақырыптарды толығымен төменде көрсетілген сайт арқылы көрсеңіздер болады, мүмкін сіз осы сайттың өзінде отырсыз. 14 тақырып бізге әрбір өміріміздің саламызға арналады. Мысалы, ойын-сауықта қалай үнемдеуге болады, тағамда үнемдеуге қалай болады. Мысалы, одан басқа дәрі-дәрмек, коммуналды қызметтің ақысында қалай үнемдеуге болады, банкті қалай таңдау керек, және осының барлығын үйренгеннен кейін ең соңында ақшаны қалай жинап, оны қалай көбейтуге әртүрлі амалдарды қолдануға болады, сол туралы айтылады. Осы сәтте айтып өтетін жайт, көп адамдар үнемділікпен, үнемшілдікпен, мысалы, кедейлікті дұрыс ажырата алмай жатады. Яғни, өзі, мысалы, бір затты үнемдеуді, ол өзінің бір кедей санап қалуы мүмкін. Немесе керісінше, адам өзін үнемшілмін деп есептеуі мүмкін, бірақ шындығында келгенде ол тек қана кейбір затты өзіне қол жетімсіз ретінде санайды. Яғни, осы сәттегі таза ортасы, қалай, қай сәтте сіз үнемшілсіз, қай сәтте сіз минималистсіз, қай сәтте сіз тек қана өзіңізге бір затты рұқсат етпей, мысалы, кедейлік психологиясында ие боласыз, соның әрқайсысын ажыратып та айтатын боламыз. Сонымен қатар ең алғашқы 10 қағиданы төмендегі қосымша видеода да мен айтып өттім. Сондықтан міндетті түрде ол видеоны да көріңіздер де, сіздерге қаншалықты бұл курс қажет екен, сол видеодан да сіз жауапты ала аласыз. Курс кімдерге арналған? Ең алдымен сіз жалақыны алғаннан кейін, өзіңіздің жұмыс бір ай бойы қызмет жасаған ақыңызды алған кезде, ол ақыңыз бір айға жетпей, бір аптадан кейін қайда жаратып қойдым, қайда кетіп қалды деген сұрақтар сізді мазаласа, және де келесі ақыны алғанға дейін сіз қарызға батып, және келесі жол ақыны алған кезде сол қарыздармен өтеуге жабылып, және өзіңіздің ақшаңызды дұрыс басқара алмасаңыз, онда бұл курс сізге арналған. Одан басқа, егер сіз ақша жинау қабілеті болмай қарап отырсаңыздар, тура сол сіздің зарплатаңызды алып отқан көршіңіз, жанұяңыз, мүмкін туысқаныңыз тура сіз секілді еңбек ақы алады, бірақ ол кісілер өзіне мүмкін көлік алып жатқан шығар, мүмкін кейбіреулер өзіне баспана алып жатыр, сонымен қатар шетелге шығып жатқан отбасылар аз емес, сондықтан не себепті ол кісілер тура сол ақымен өзіне сондай заттарды рұқсат ете алады, а сізге ақша жетпейді. Яғни сіз осы сұраққа жауап білгіңіз келсе, онда осы курс сіз үшін.
Және ең соңғысы мынау, сіз қаржыны басқарып, ол қаржыңыз қайда кеткенін және де оны көбейтудің амалдарын үйренгіңіз келсе де, бұл курс сіз үшін. Сондықтан міндетті түрде жазылыңыздар, біз сіздерді алғашқы сабақта күтетін боламыз.